сәлем менің ең сүйікті, ең қымбат, ең мейірімді көрермендерім. Қалайсыңдар, көңіл күйлерің қалай? Бүгін мен сендердің алдарыңа ерекше сезіммен, ерекше көңіл күймен келіп отырмын. Өйткені мен сендерді қатты сағындым. Шынымен де осы уақыт ішінде мен сендерді осы жылы атмосфераны, осы видеоларды қатты сағындым. Мен біраз уақыт ютубта болмадым, шамамен 2 ай. Бұл уақыт мен үшін бір түрлі өтті. Кейде тыныш, кейде ойлы, кейде сәл мұңды, бірақ сол күндердің әрқайсысында мен ішімнен бір нәрсені сездім. Бұл жерге қайта оралғым келді, сендерге қайта келді. Сондықтан бүгін мен жай ғана видео түсіріп отырған жоқпын. Мен жүрегіммен, жаныммен сендерге қайта келіп отырмын. Ал енді мен өзімді таныстырып өтейін. Егер біреу мені бірінші рет көріп тұрса деймін да, мен Малика, мен жай ғана видео түсіретін қыз емеспін. Мен сендермен өз кішкентай әлемімді бөлісетін адаммын. Бұл әлемде көп шу жоқ. Бұл жерде тек жылулық, мейірім, кішкентай қуаныштар бар. Ал менің жанымда әрдайым менің кішкентай, бірақ өте ерекше отбасым бар. Біріншіден, менің ең алғашқы, ең сабырлы досым Милка. Милка қара ақ түсті, әдемі, ақылды, өте ерекше мысық. Ол еркек және оның мінезі өте қызық. Неге қызық десеңіздер, кейде ол тыныш, өте тыныш, жай ғана қасымда отырып, ештеңе істемейді. Бірақ сол сәттің өзінде оның жанына жылулық сезіледі. Оның көздері сондай терең, қарасаң бәрін түсініп тұрғандай, сенің көңіл күйіңді де, ойыңды да сезетіндей. Кейде ол сәл қапалы көрінеді, бірақ мен білемін, ол жай ғана ойлап отырған шығар. Милка менің тыныштығым, ол бар кезде мен өзімді жайлы сезінемін. Ал енді менің кішкентай күн шуағым Мурка. Мурка қоңыр сарғыш түсті, өте сүйкімді, кішкентай бірақ өте батыл мысық. Ол ұрғашы. Және үйдегі ең ойнақы, ең энергияға толысы. Ол бір жерде отырмайды. Әрқашан қозғалыста, әрқашан бірдеңе істеп жүреді. Жіппен ойнайды, секіреді, Милканы мазалайды, кейде өзі шаршап, тіпті ұйықтап кетеді. Жақында Мурка 1 жасқа толды, мен ол күні мектепте болды. Сол үшін толық тойлай алмадым. Бірақ жүрегіммен оны қатты құттықтадым. Өйткені ол мен үшін жай ғана мысық емес, ол менің кішкентай бақыт бөлігі. Мурка менің күлкім, ол бар кезде үйде ешқашан скучно болмайды. Ал енді біздің тағы бір ерекше мүшеміз бар. Ол Таймас. Таймас зор қара түсті, өте әдемі, өте адал ит. Ол еркек және бізді әрдайым қорғап жүргенде сезіледі. Оның көз қарасы сондай сенімді. Ол сені көрсе, бірден қуанып кетеді. Қасына келіп, жай ғана бірге болғанды ұнатады. Кейде ол бізбен ойнайды, кейде жай ғана тыныш жатады. Бірақ оның жанында өзіңді қауіпсіз, жайлы сезінесің. Таймас біздің қорғаушымыз. Міне, біз осындай кішкентай, бірақ өте бақытты отбасы боламыз.
Милка, Мурка, Таймас және мен Малика. Біз бірге күлеміз, біз бірге ойнаймыз, кейде ұрысамыз да, бірақ әрқашан қайтадан бірге боламыз. Өйткені бір-бірімізді жақсы көреміз. Мен осы видеолар арқылы осы кішкентай бақытты сендермен бөліскім келеді. Сендер бұл бейнені көргенде жүректерің жылыса екен, көңіл күйлерің көтерілсе екен. Егер сен қазір жалғыз отырсаң, егер сенің көңілің түсіп отырса, осы видео саған кішкентай болса да қуаныш сыйласын. Себебі сен соған лайықсың. Мен қайта келдім, және бұл тек бастамасы ғана. Алда бізді көп қызық күтеді. Күлкілі сәттер, жылы видеолар және бірге өткізетін әдемі уақыттар. Сондықтан менімен бірге бол, жазыл. Егер біздің кішкентай отбасымыз саған ұнаса, лайк бас. Егер осы бейне саған жылулық сыйласа, ал енді қоштасатын уақытта келдім. Бірақ бұл жай қоштасу емес, бұл ерекше, әдемі, жүрекке жылы тиетін қоштасу болады. Көздеріңді бір сәтке жұм. Тыныштық, жұмсақ музыка, жылы жарық. Мен жай ғана саған былай деймін: сен ерекше жансың, сенің жүрегің өте әдемі. Сен бұл әлемге жарық әкелесің, және сен ешқашан жалғыз емессің. Өйткені бір жерде экранның ар жағында мен бармын, Милка бар, Мурка бар, Таймас бар. Біз сені күтеміз әрқашан. Келесі кездескенше жылы жүрекпен, жұмсақ естелікпен саған кішкентай бір жылы құшақ жіберемін. Біз сені күтеміз әрқашан. Келесі кездескенше жылы жүрекпен, жұмсақ естелікпен саған кішкентай бір жылы құшақ жіберемін. Қош бол, бірақ мәңгілік емес, тек әзірге ғана.